Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897 жылы дүниеге келген қазақ жазушысы, драматург және ғалым, Қазақ КСР-ның ғылым академиясының академик, филология ғылымдарының докторы, профессор. Мұхтар Әуезовтың Көксерек шығармасы адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсетеді. Бұл әңгіме 1929 жылы жазылған. Көксерек әңгімесі аңыз сияқты басталып, реалистік баяндау түрінде аяқталады. Құрмаштың нағашысы Қасқырды оның көзін ашқан екі күшігін өлтіріп, ең кішісін ауылға алып келеді. Құрмаш Қасқырдың бөлтірігін асырап алады. Бір жыл өтеді, Көксерек өседі. Барлық төбеттерді талуға шамасы жетеді. Бір күні Көксерек далаға кетіп, ауылға қайтып оралмайды. Ол бір ұрғашы Қасқырды кездестіреді. Содан кейін екеуі бірге азық тауып өмір сүреді. Қатты боранда ол 7 аш Қасқырды кездестіріп, Көксерек солармен бірге бір күнде ауылдардың бір үйір жылқысын жеп кетеді. Қарындар ашқанда жылқыға қайтуға қойға шабуылдап тұрады. Көксерек пен жанындағы 8 Қасқыр ақырында тағы қойларға шабуыл жасайды. Атпен жүрген Құрмаш оларға қарсы шығамын деп аттан құлайды. Сол сәтте Құрмашқа Көксерек шабады. Осылайша өзі өсірген жануардың кесірінен қаза табады. Ауыл адамдар Көксеректі іздеп тауып өлтіріп, апасына апарады. Сол кезде апасы менің балам жазығы не деп қайғыға батады. Күллі тіршілік атаулының құтты қоныс мекені алтын ұясы тал бесігі табиғатты аялауға шақыратын шығарма. Қызықты оқиға желісі мен тәрбиелік мағынасы көп. Бұл кітап оқыған жанның жүрегіне ерекше орын алады.